Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бірінші бөлім түнгі тасжолдағы тұзақ және жалған олжа. Кіріспе кадр сыртындағы дауыс. Табиғаттың бұлжымас, қатыгез бір заңы бар. Әлемдегі ең қауіпті жыртқыштар әрқашан ең әдемі, ең тартымды пішінге ие болады. Жарқыраған тері, мінсіз қимыл, көз жауын алатын сұлулық, бұл құрбанды өзіне тартып, оның қырағылығын жоғалту үшін жасалған мінсіз қару. 90-шы жылдардың аяғында криминалдық әлемнің өкілдері өздерін тасжолдардың, көшелердің нағыз қожайындарымыз деп санады. Олар үшін қымбат көлік мінген, жалғыз келе жатқан әдемі әйел жай ғана оңай олжа, кезекті ойыр болатын. Бірақ бұл қараңғы түнде ен далада жол тосқан қарақшылар өздерінің бүкіл өмірлеріндегі ең үлкен, ең соңғы қателікті жасағалы тұрғандарын білмеген еді. Олар жолын кескен сұлу жай ғана әйел емес, мемлекеттің ең құпия, ең қатыгез жауынгерлік машинасы болатын. Бір тарау. Жалғыздық симфониясы, қараңғы тасжол. Алматы облысының шығысына қарай созылып жатқан, халық арасында ажал жолы деп аталып кеткен ескі тасжол. Күздің қара суық түні. Аспанды қалың бұлт басып айналаға көзге түртсе көргісіз қараңғылық орнаған. Жолдың екі жағы меңіреу дала мен жалаңаш ағаштар. Бұл аумақта ұялы байланыс ұстамайды, ал полиция патрульдері бұл жаққа мүлдем бас сұқпайтын. Нағыз қарақшылар мен жол торуылдаушылардың еркін жайлайтын мекені. Осы қараңғылықты қақ жарып, қап-қара, терезелері толықтай күңгірттелген. Тонировка, жаңа Mercedes-Benz класс, Гелендваген. Жол талғамайтын көлігі келе жатты. Көліктің қозғалтқышының гүрілі жыртқыш аңның ырылына ұқсайды. Рөлде отырған әйелдің есімі Зарина, ол сырттай қарағанда кез келген еркектің есін кетіретін, мінсіз сұлулықтың иесі. Қою қара шашы иығына төгіліп, мінсіз пішінді бет әлпеті, үлкен қоңыр көздері мен сәл боялған қызыл ерні оны сән журналының мұқабасынан түскен модельге ұқсататын. Үстінде қара түсті, қымбат былғары күртеше, аяғында биік өкшелі етік. Көліктің ішінде Вивальдидің «Жыл мезгілдері» атты классикалық музыкасы баяу ойнап тұр. Оның жүзінде мінсіз тыныштық, ешқандай үрейдің ізі жоқ. Бірақ егер кез келген адам оның қолдарына мұқият қараса, бір оғаштықты байқар еді. Оның саусақтарындағы маникюрі мінсіз болғанымен сүйектерінің буындары, костяшки, сәл қатайған, ал білегінде көзге бірден түспейтін кішкене тыртықтары бар болатын. Бұл сән салонының емес, мыңдаған сағаттық қоян қолтық ұрыстың, темірдей жаттығулар мен қару ұстағанның ізі еді. Зарина Қазақстанның ең құпия әскери барлау басқармасының көлеңке деп аталатын арнайы жасағының бұрынғы элиталық оперативті қызметкері болатын. Оның лақап аты Кобра. Ол тек қарумен ғана емес, жалаң қолмен де қарсыласын бірнеше секунд ішінде дүниеге аттандыра алатын, анатомия мен психологияны мінсіз меңгерген қатыгез жауынгер еді. Қазір ол демалысқа шығып, жеке шаруалармен көрші қалаға кетіп бара жатқан. Ол өзінің бейбіт өмірінің тыныштығын бұзғысы келмеген еді, бірақ тағдыр басқаша шешті. Екі тарау. Тұзақ, жыртқыштардың күтуі. Көліктен 5 шақырымдай алда, жолдың ең тар, екі жағы саймен қоршалған бөлігінде 6 қарулы бұзақы өздерінің кезекті құрбанын күтіп тұрған болатын. Бұл топтың серкесі Қасқыр лақап атымен белгілі Руслан есімді қатыгез бандит. Олардың ісі түнде жалғыз келе жатқан қымбат көліктерді тоқтатып, иесін ұрып соғып, ал кейде өлтіріп, ақшасымен көлігін тартып алу еді. Олар жолдың қақ ортасына өздерінің ескі ВАЗ 2109 көлігін көлденеңнен қойып, капотын ашып қойған. Бұл бұзылып қалған көлік иллюзиясын тудыратын ескі, бірақ тиімді тәсіл. Руслан жол жиегіндегі бұталардың арасында темекісін сораптап тұрды. Оның жанында бейсбол таяқшаларын, темір арматуралар мен шолақ мылтық, обрез ұстаған 5 көмекшісі бар. «Әй, Мақсат!» деді Руслан өзінің оң қолына қарап. Ана жақтан бір үлкен фары бар көлік келе жатыр. Дайындалыңдар, бұл Гелендваген сияқты. Егер ішінде бай бизнесмен болса, бүгін жақсы олжаға қарық боламыз. Мақсат шолақ мылтығын оқтап мысқылдай күлді. Аға, егер қарсыласса ше? Өткен жолғыдай сайға апарып көме саламыз ба?
Бірінші есігін ашайық, сосын көреміз. Қалай болғанда да бұл көлік бүгін біздікі болады. Орындарыңа тұрыңдар, деп бұйырды Руслан. Төрт бұзақы қараңғылыққа сіңіп жолдың екі шетіне тығылды. Ал Руслан мен Мақсат бұзылған көліктің жанында. Қолдарын бұлғап көмек сұраған адамдардың рөлін ойнауға кірісті. Заринаның Гелендвагеннің жарығы оларға түсті. Музыка баяулап, көліктің дөңгелектері асфальтпен сықырлай тежелді. Зарина бірден жағдайды бағалады. Қараңғы тас жол, ортадағы ескі көлік. Екі адам сыртта, бірақ оның кәсіби, жаттыққан көзі жол жиегіндегі бұталардың арасындағы төрт адамның сұлбасын, олардың қолдарындағы темір таяқтардың әлсіз жарқылын Бақсенті байқап үлгерді. Классикалық тұзақ. 6 адам. Екеуі алда, төртеуі бүйірде. Қарулары суық қару және кем дегенде бір атыс қаруы. Заринаның миындағы компьютерлік дәлдікпен жұмыс істейтін аналитикалық орталық жағдайды лезде сараптап шықты. Ол көлікті артқа бұрып қашып кетуіне немесе оларды басып жаныштап өтуіне толық мүмкіндігі бар еді. Бірақ ол мұны істемеді. Оның ішіндегі баяғы ұйқыда жатқан жыртқыш оянып қаны қыза бастады. Бұл қарақшылар қаншама бейуаз адамдардың қанына ортақ болғаны белгілі. Оларды осы жерде жазалау оның табиғатына тән әрекет еді. Зарина көлікті тоқтатып қозғалтқышты өшірместен есіктің құлпын ашты. 3 тарау. Жыртқыштардың қателігі, жалған сұлулық. Көлік тоқтаған бойда Руслан мен Мақсат екі жақтан келіп Заринаның терезесін қақты. Жол жиегіндегі төртеуі де шығып көлікті айнала қоршап алды. Зарина терезені баяу төмен түсірді. Вивальдидің музыкасы далаға естілді. Руслан терезеден үңіліп қарағанда оның аузы ашылып қалды. Ол қорқып, дірілдеп отырған бай кәсіпкерді немесе шенеунікті көремін деп күткен еді. Ал оның алдында түнгі періштедей жарқыраған, мінсіз сұлу, нәзік әйел отырды. Бұзақылардың көздері жайнап кетті. Қымбат көлік, жалғыз әйел, бұл олар үшін лотереядан ұтқанмен тең еді. Қараңдаршы, жігіттер. Бізге бүгін қандай сұлу құс ұшып келген. Руслан қарқылдап күліп, Заринаға қарай еңкейді. Оның аузынан арақ пен темекінің сасық иісі аңқып тұрды. Қарындас, біздің көлігіміз бұзылып қалып еді. Бізге көмектесіп жібермейсің бе? Немесе бәлкім біз саған көмектесерміз. Тарзан мен қалғандары көліктің дөңгелектерін теуіп, жабайы жануарлардай ырылдап күліп жатты. Аға, мына сұлуды сайға апарайық. Бүгін түніміз өте қызық болатын сияқты ғой, деді Мақсат көздері қанталап. Зарина оларға қарап, жүзінде ешқандай эмоция білдірмеді. Ол тіпті даусында көтерген жоқ. Оның даусы өте жұмсақ, бірақ тастай суық, гипноздық әсерге ие еді. Жігіттер, сендер қазір жолдан көліктеріңді алып, өз жөндеріңмен кетесіңдер. Бұл менің бірінші әрі соңғы ескертуім. Маған жол беріңдер. Бұл сөздер бұзақылардың намысына тиіп, оларды одан сайын құтыртты. Ескертуіңді қайтейін, деп бақырды Руслан. Ол есіктің тұтқасынан жұлқып тартып, есікті күшпен ашып жіберді. Түс көліктен, қаншық. Қазір мен саған кімнің кімге ескерту жасайтынын көрсетемін. Ол Заринаның қолынан шап беріп ұстап далаға қарай жұлқып тартпақ болды. Міне, дәл осы сәт олардың бүкіл өміріндегі ең үлкен, ең қасіретті қателігі еді. Руслан Заринаның қолын ұстаған секундта ол нәзік әйелдің қолын емес, темірдей қатты, бұлшық еттері ширыққан қақпанды ұстағанын сезді. Бірақ оның миы бұл ақпаратты қорытып үлгермеді. 4 тарау. Кобраның шағуы, секундтық ажал. Зарина көліктен зорлықпен сүйретіліп шыққан жоқ. Ол Русланның тарту күшін өзіне пайдаланып, серіппедей атылып далаға шықты. Оның бірінші қимылы көз ілеспес жылдамдықпен өтті. Ол Русланның өзін ұстап тұрған қолын білегінен ішке қарай күрт бұрап, бос қалған оң қолының қырымен, ребра, ладони, оның кеңірдегіне, миының астына ауыр тосады. Сырт. Русланның аузынан қан аралас сілекей атқылап шықты. Ол көздері аларып, екі қолымен тамағын ұстаған күйі, ауа қармап, асфальтқа тізе бүгіп құлады. Ол тіпті дыбыс та шығара алмай қалды. Зарина оны өлтірген жоқ, бірақ көмей шеміршегін сындырып, оны кем дегенде бірнеше айға сөйлеуден және дем алудан қалдырды. Бәрі бір-ақ секундтың ішінде болды.
Қалған 5 бұзақы өздерінің бастығының қалайша бір сәтте еденге сұлап түскенін түсінбей қатып қалды. Ол оны ұрды. «Өлтіріңдер мына қаншықты!» деп бақырды Мақсат өзіне келіп. Ол қолындағы шолақ мылтықты кеземекші болып Заринаға қарай ұмтылды. Бірақ Зарина бұған дайын еді. Көліктен шыққан бойда оның биік өкшелі етігі, шпилькасы тек сұлулық үшін емес, нағыз қару ретінде жұмыс істеді. Ол оң аяғымен Мақсаттың мылтық ұстаған қолының білегіне, дәл нерв нүктесіне тастай қатты теуіп кеп жіберді. Мылтық Мақсаттың қолынан ұшып түсті. Зарина тоқтамастан сол аяғымен ауада айналып, вертушка Мақсаттың жақ сүйегіне өкшесімен дәл соққы жасады. Жақ сүйектің шытынаған даусы түнгі даланы жаңғыртты. Мақсаттың бірнеше тісі ауаға ұшып, ол ес-түссіз жерге құлады. Енді үшеуі қалды. Олардың қолдарында бейсбол таяқшалар мен темір арматуралар бар еді. Олардың көздеріндегі құмарлықтың орнын жабайы үрей басты. Олардың алдында қорғансыз сұлу әйел емес, қараңғылықтың өзінен жаралған, қозғалыстары мінсіз, көздерінде ешқандай аяушылық жоқ ажал періштесі тұрды. «Бұл адам емес. Қашыңдар!» деп бақырды біреуі, арматурасын тастай салып, қараңғылыққа қарай жүгірмек болып. «Кеш қалдыңдар», деді Зарина суық үнмен. Ол қалған үшеуіне қарай өзі шабуылға көшті. Үшінші бұзақы таяғын сермегенде, Зарина оның қолының астынан сүңгіп өтіп, оның тізесінің бүйірінен бар күшімен теуіп сындырды. Ол бақырып құлағанда, Зарина оның қолындағы таяқты қағып алып, төртінші бандиттің қабырғасына және басына 2 ауыр соққы жасады. Бесіншісі қалтырап, қалтасынан пышақ шығармақ болған. Зарина таяқты оның бетіне лақтырып жіберіп, көз ілеспес жылдамдықпен жанына жетіп келді де, оның пышақ ұстаған қолын қайырып, өз пышағын өзінің санына қадап тастады. Бар жоғы 30 секунд. 30 секундтың ішінде 5 қарулы, еңгезердей бұзақы асфальттың үстінде қан жоса болып, ыңырсып сүйектері сынып жатты. Олардың біреуі тамағын ұстап қырылдаса, екіншісі сынық жағын ұстап қан түкіріп жатты. Зарина үстіндегі былғары күртешесін түзеп, шашын артқа қайырды. Оның тынысы тіпті жиілеген де жоқ. Ол жерде жатқан мылтықты қолына алып, оның ішіндегі оқтарды суырып, далаға лақтырып тастады. Ол Русланның қасына келіп тізерлеп отырды. Руслан қорқыныштан бұтына жіберіп қойған еді. Оның көзінде жалын емес, өлімнің қорқынышы тұрды. Зарина оның құлағына жақындап, жібектей жұмсақ, бірақ уланған дауыспен сыбырлады. «Сіздер әйелдерді әлсіз деп ойлайсыздар. Бірақ ең үлкен қателіктеріңіз кімнің аңшы, ал кімнің құрбан екенін ажырата алмауларыңызда. Егер мен сендердің тағы бір адамға, әсіресе әйел адамға жол жапқандарыңды естісем, мен қайтып келемін. Ал келесі жолы сендер тек сынық сүйекпен құтылмайсыңдар». Зарина орнынан тұрып, Гелендвагеніне қайта мінді. Вивальдидің музыкасы әлі де ойнап тұрған еді. Ол көлікті оталдырып, жол ортасында тұрған бұзылған ВАЗ 2109 көлігін ауыр бампермен бар күшімен итеріп, сайға қарай аударып тастады. Жол ашылды. Қараңғылықтың ішінен шыққан сұлу жыртқыш өзінің сапарын жалғастырып, түнге сіңіп кетті. Ал асфальтта қалған бұзақылар бүкіл өмірлерінде бұдан былай тас жолға шықпақ түгілі, қараңғы көшеге шығуға қорқатын, мәңгілік психологиялық жарақат алып қалған еді. Бірақ олар бұл оқиғаның тек бастамасы ғана екенін, Заринаның бұл жолмен кездейсоқ жүрмегенін білмейтін екінші бөлім. Тасқаланың түнегі және жалғыз қасқырдың аңшылығы. Деректі кадрлар стиліндегі кіріспе кадр сыртындағы дауыс. Өткеннің көлеңкесінен ешкім қашып құтыла алмайды. Әсіресе ол көлеңке қанмен жазылған кекке байланған болса. Криминалдық әлемнің өз экожүйесі бар. Олар пара мен шенеуніктерді сатып алады, қорқытумен халықты басады, ақшамен кез келген қылмысты жуып шаямыз деп ойлайды. Бірақ олар мемлекеттің ресми заңдары жұмыс істемейтін жерде кек алудың жазылмаған, ежелгі, қатыгез заңы оянатынын ұмытып кетеді. Зарина қараңғы тасжолдағы қарақшыларды жай ғана жолшыбай жазалаған жоқ. Ол өзінің басты мақсатына Тасқала деп аталатын мафияның ұясына айналған қалаға кіру үшін психологиялық соққының алғашқы толқынын жіберген еді. Сұлулықтың артына жасырынған ажал періштесі өз нысаналарына жақындап қалды. 5 тарау. Күнәһарлар қаласы және үзілген өмірдің елесі.
Заринаның қара Гелендвагені таң ата Тасқала қаласының шекарасына кірді. Бұл қала сырттай қарағанда кәдімгі облыстық орталыққа ұқсағанымен, іштей толықтай бір ғана адамның Бекет лақап атымен танымал қылмыстық авторитеттің осындай еді. Бекеттің империясы қару-жарақ саудасынан бастап адам саудасына, элиталық жезөкшелік желісіне дейін созылып жатқан. Қаланың полиция басқармасынан бастап прокуратурасына дейін Бекеттің қалтасында болатын. Оған қарсы шыққандар із-түзсіз жоғалатын немесе жазатайым оқиғалардан қаза табатын. Зарина қала орталығындағы қымбат қонақүйлерге тоқтамады. Ол қала сыртындағы жартылай қараусыз қалған өнеркәсіптік аймақтағы ескі ангардың жанына келді. Бұл ангар оның бұрынғы әскери қызметтегі сенімді таныстарының біріне тиесілі, ешбір ресми құжатта тіркелмеген жасырын бункер еді. Ол көлікті ішке кіргізіп қақпаны жапты. Ангардың іші салқын әрі қараңғы. Зарина көліктің жүк салғышын ашып, үлкен қара сөмкені үстел үстіне қойды. Ол сөмкені ашқанда, ішінен косметика немесе киім емес, нағыз соғыс арсеналы шықты. Дыбыс өшіргіші бар. Глушитель, 2 Глок 19 тапаншасы, тактикалық жиналмалы пышақтар, СВ-98 снайперлік винтовкасы, шағын жарылғыш заттар және ең бастысы, қаланың криминалдық құрылымы туралы толық мәліметтер жазылған қалың папка. Ол папканы ашып, ішіндегі суреттерді қабырғаға іле бастады. Ортада Бекеттің үлкен суреті. Оның айналасында оның оң қолдары, қаржылық істерді басқаратын есепші Мұрат, қауіпсіздікке жауапты, өте қатыгез, Шрам лақап атымен белгілі Хаким, және адам саудасымен айналысатын түнгі клуб иесі Рустам. Заринаның көзқарасы қабырғаның шетінде тұрған басқа бір кішкене суретке түскенде, оның темірдей қатаң жүзі сәл жұмсарып, көзіне мұң ұялады. Суретте 20 жасар, үлбіреген, өзіне қатты ұқсайтын жас қыз күлімдеп тұр еді. Бұл оның туған сіңлісі Әлия болатын. 3 ай бұрын Әлия осы қалаға оқу практикасымен келген еді. Бір күні ол кездейсоқ Бекеттің адамдарының қылмысына куә болып қалады. Оны ұрлап әкетіп 2 апта бойы жертөледе азаптап, кейіннен көпірдің астына лақтырып кеткен. Полиция бұл істі өз-өзіне қол жұмсау деп жауып тастаған. Ол кезде Зарина шетелде құпия мемлекеттік миссияда жүрген болатын. Миссиядан оралып, сіңлісінің мәйітін көрген сәтте, Заринаның ішіндегі адамдық сезімдері толықтай өліп, орнына тек кек алу механизмі ғана іске қосылған еді. Ол қызметтен өз еркімен кетіп, мемлекеттің заңы шеше алмаған істі өз қолына алды. Мен олардың әрқайсысын тап сол тозаққа жіберемін, Әлия, сенің әрбір көз жасың үшін олар қанмен жауап береді деп сыбырлады Зарина, суретті ақырын сипап. Ол үстіндегі былғары күртешесін шешіп, тактикалық қара киім киді, шашын қатты етіп артқа түйіп байлады. Аңшылықтың екінші кезеңі басталды. 6 тарау. Ауруханадағы үрей және Шрамның ашуы. Бұл уақытта Тасқаланың орталық ауруханасында нағыз дүрбелең болып жатқан еді. Түн ортасында жедел жәрдеммен жеткізілген Руслан мен оның 4 сыбайласы травматология бөлімін бастарына көтерді. Олардың бәрінің сүйектері сынған, жақтары ұсақталған, ал Руслан дем ала алмай, тамағына түтікше қойылып, жансақтау бөлімінде реанимацияда жатыр еді. Ауруханаға 6 қарулы күзетшісімен бірге Бекеттің оң қолы Шрам, Хаким кіріп келді. Шрамның бетінде сол көзінен бастап жағына дейін созылған ұзын, қорқынышты тыртығы бар. Ол аса қатыгездігімен және суыққандылығымен танымал болатын. Кезекші дәрігерлер Шрамды көргенде қорқыныштан бұрыш-бұрышқа тығылды. Шрам Мақсат жағы сынған бандит жатқан палатаға есікті теуіп кірді. Мақсаттың басымен жағы толықтай бинтпен оралған, аузын әрең ашып ыңырсып жатқан. Бұл не масқара? Деп ақырды Шрам Мақсаттың төсегіне жақындап. Мен сендерге тас жолды бақылап, үлкен жүктерді ғана тексеріңдер демедім бе? Кім сендерді ет тартқышқа салғандай қырып тастады? Басқа қаланың бандиттері ме? Омон ба? Мақсат қорқыныштан дірілдеп, байланған аузымен әрең сөйледі. Аға, ол аман емес. Ол бір-ақ адам. Бір қатын. Шрамның көздері бақырайып кетті. Ол Мақсаттың жағасынан жұлқып көтеріп алды. Сен маған ертегі айтып жатырсың ба? 6 қарулы еркекті, көшеде өскен қасқырларды бір ғана қатын ұрып тастады дейсің бе?
Сендер ішіп алғансыңдар ма? Жоқ, Хаке. Құдай ақы, шын айтам. Ол адам емес. Ол періште сияқты сұлу, Гелендвагенмен келді. Бірақ көліктен шыққан бойда 30 секунд, Хаке. 30 секундтың ішінде Русланның көмейін сындырды, менің қаруымды қағып түсіріп, тісімді ұшырып жіберді. Оның қимылдары көрінбейді. Ол бізге келесі жолы бұдан да жаман болады деп ескерту жасап кетті. Шрам мақсатты төсекке лақтырып тастады. Оның миы бұл ақпаратты қорыталар емес еді. Бір ғана әйел 6 еркекті қарусыз бейтараптандырды. Бұл кәдімгі спортшының немесе рекетердің қолынан келмейді. Бұл жоғары деңгейдегі кәсіби дайындықтан өткен арнайы жасақ қызметкерінің ғана қолынан келетін іс. Оның көлігінің нөмірін көрдіңдер ме? Деп сұрады Шрам, даусы енді қауіпті түрде бәсеңдеп. Жоқ, онда нөмір болмады. Бірақ көлік жап-жаңа, қап-қара деді Мақсат ыңырсып. Шрам палатадан шығып телефон тұтқасын алды. Ол тікелей бекетке қоңырау шалды. Бастық, бізде проблема бар сияқты. Тасқалаға өте қауіпті қонақ келді. Және ол біздің адамдарды аяусыз жазалап бастады. Бұл қарапайым бәсекелестер емес. Бұл кәсіби жауынгер. Әйел адам. Біздің барлық нүктелерге күзетті 2 еселеу керек. Бекеттің даусы телефоннан самарқау естілді. Әйел. Хаким, сендерді бір қатын қорқытып отырма. Оны табыңдар да, маған тірідей әкеліңдер. Оның сұлулығын мен өзім тексеремін. Көп шуламаңдар. Бекет әлі де жағдайдың қаншалықты ауыр екенін, олардың ажалы қалаға кіріп демін алып тұрғанын түсінбеген. 7 тарау. Түнгі көбелектердің ұясы, Эдельвейс клубы. Тасқаланың ең үлкен, ең элиталық түнгі клубы, Эдельвейс. Бұл жай ғана билейтін орын емес, бұл мафияның есірткі тарататын, бай шенеуніктерге жас қыздарды сататын негізгі желісінің орталығы болатын. Клубтың басқарушысы Рустам, бекеттің адам саудасына жауапты оң қолы, осы жердегі веб-залда өзінің лас бизнесін жүргізетін. Заринаның сіңлісі Әлияны дәл осы Рустамның адамдары ұрлап әкелген болатын. Түнгі сағат 12. Клубтың алдында қымбат көліктер қаз-қатар тізілген. Неон шамдары жарқырап, іштен шыққан ауыр бас музыкасы көшені дірілдетіп тұр. Клубтың есігінде 2 еңгезердей күзетші тұр, фейс контроль. Қараңғы көшеден клубтың жарығына қарай Зарина жақындап келді. Бұл жолы ол тактикалық киімде емес еді. Оның үстінде қан қызыл түсті, денесіне мінсіз жабысып тұрған кешкі ұзын көйлек, аяғында биік өкшелі туфли. Шашы толқынданып иығына төгілген, ал ерінде қып-қызылдалап помада. Ол нағыз голливудтық жұлдыздай немесе грек құдайындай көрінді. Оның сұлулығы соншалық күзетшілердің өздері оған қарап жұтынып көздерін ала алмады. Қайырлы кеш, қарындас. Сіз тізімде барсыз ба? Деді күзетшілердің бірі, оның фигурасына сұқтана қарап. Мен Рустамның жеке қонағымын, деді Зарина жымиып. Оның күлкісінде ешбір еркек қарсы тұра алмайтын сиқыр бар еді. Күзетшілер оның сөмкесінде тексерместен есікті ашып ішке кіргізді. Рустам тағы бір жаңа модельді тапқан екен ғой деп ойлады олар іштерінен. Олар бұл модельдің қызыл көйлегінің астындағы санында 2 керамикалық металл іздегіштен өтпейтін пышақ, ал кішкене клатч сөмкесінің ішінде сығымдалған газ баллоны мен шокер жасырылғанын білмеді. Зарина клубтың ішіне кірді. Түтін, лазерлік шамдар, толассыз билеп жатқан мас адамдар. Музыканың қаттылығы сонша қасындағы адамның сөзін есту мүмкін емес. Бұл кез келген арнайы жасақ жауынгер үшін ең мінсіз орта. Өйткені мұндай хаоста адам өлтіру немесе біреуді байқатпай жоқ қылу өте оңай. Ол тікелей 2-ші қабатқа, веб-зонаға қарай бағытталды. Баспалдақтың алдында тағы 2 күзетші тұрды. Олардың қолдарында рация бар. Зарина оларға қарай бұраңдап, сәл мас адамдай теңселіп жақындады. Жігіттер, менің басым айналып кетті. Дәретхана қайда екенін айтып жібересіздер ме? Деді ол бір күзетшінің иығына сүйеніп. Оның бетінен қымбат парфюмнің иісі аңқыды. Күзетші оның нәзік қолынан ұстап, жүр, сұлуым, мен саған өзім көрсетіп жіберейін деп оны дәліздің бұрышындағы дәретханаға қарай жетелеп кетті. 2-ші күзетші орнында қалды.
Олар дәретхананың дәлізіне, музыка естілмейтін, камера жоқ қараңғылау тұсқа кірген бойда күзетші Заринаны қабырғаға тақап, оның белінен құшақтамақ болды. Сен өте ыстық екенсің. Рустамға барғанша кішкене деп ол ернін соза берді. Заринаның көзіндегі жалған ұяңдық бірақ секундта жоғалды. Ол күзетшінің құшақтап тұрған қолын оң қолымен шап беріп ұстап, сол қолының екі саусағымен оның көзіне қарай дәл найзағайдай соққы жасады. Күзетші қырылдап көзін басып артқа шалқайғанда, Зарина өзінің биік өкшелі туфлиінің ұшымен оның тізесінің дәл ортасынан, чашечкасынан бар күшімен теуіп жіберді. Сүйектің сынып кеткені анық сезілді. Ол бақырып құлай бергенде, Зарина оның желкесінен қатты ұрып, есінен таңдырып тастады. Бүкіл процесс 3-ақ секунд алды. Ол күзетшінің құлағындағы микрофонды, гарнитураны жұлып алып, өз құлағына тақты да дәлізге қайта шықты. Қалған екінші күзетші оның жалғыз шыққанын көріп, «Қайда Тимур?» деп сұрамақ болды. Зарина оған күлімсіреп жақындап, клатч сөмкесінен кішкене шакерді шығарды да, оның мойнына тақап, түймені басты. 10 000 вольттық ток күзетшіні дірілдетіп, ол еденге үнсіз сұлап түсті. Зарина оны да бұрышқа қарай сүйреп тастады. Веб-зонаның есігі ашылды. Көлеңкелі аңшы өз нысанасының аумағына кірді. 8 тарау. Рустамның тозағы, от пен қан. Веб-залда Рустам 3 жас қызбен және 2 оққағарымен бұлғары диванда шампан ішіп отырған. Залдың қабырғалары дыбыс өткізбейтін қалың материалмен қапталғандықтан төмендегі музыка мұнда бәсең естілетін. Есік ашылып, қызыл көйлекті Зарина кіріп келгенде, Рустамның көзі жайнап кетті. Ол қыздарды итеріп жіберіп, орнынан тұрды. О, қандай сұлулық! Бұл тосынсыйды маған шырам жіберді ме? Кел, сұлуым, менің қасыма отыр деп ол қолын созды. Оққағарлар есіктің екі жағында тұрған. Зарина Рустамға қарай баяу жүріп келе жатып, кенеттен екі қолымен екі оққағарға бірдей шабуыл жасады. Ол қызыл көйлегінің тілігінен екі керамикалық пышақты суырып алып, оң жақтағы оққағардың таяп қалған қолына, ал сол жақтағысының иығына қадап үлгерді. Екеуі де бақырып қаруларын түсіріп алды. Зарина олардың екеуінің де басын бір-біріне бар күшімен соғып, естен тандырды. Рустам не болып жатқанын түсінуге үлгермеді. Қыздар қорқып, бұрышқа тығылып шыңғыра бастады. Зарина қыздарға қарап, «Шығыңдар бұл жерден!» «Жылдам!» деді қатаң дауыспен. Қыздар есікке қарай тұра қашты. Бөлмеде тек Рустам мен Зарина қалды. Рустам үстелдің астынан тапаншасын суырып алмақ болды. Бірақ Зарина одан жылдамырақ қимылдап, үстелдің үстінен қарғып өтіп, Рустамның кеудесіне екі тізесімен ауыр соққы жасап құлатты. Ол Рустамның тамағына керамикалық пышақтың ұшын тақады. «Сен кімсің? Ақша керек пе? Кез келген соманы беремін». Рустамның көздері қорқыныштан бақырайып, демі тоқтап қалды. Бұл сұлу әйелдің көзіндегі мұзды қатыгездік оны тірідей үсітіп жатқандай еді. «Мен сенің ақшаңды емес, сенің жаныңды алуға келдім, Рустам», Заринаның даусы пышақтың жүзіндей суық еді. 3 ай бұрын. Сенің адамдарың осы клубтан бір студент қызды алып кетті. Оның аты Әлия еді. Ол менің сіңлім болатын. Рустамның өңі қағаздай қуарып кетті. Ол Әлияны есіне алды. Сол қызды олар тым қатты азаптап байқаусызда өлтіріп алған еді. Мен емес. Ол бекеттің бұйрығы болған. Бекеттің өзі оған көз салып алып кел деген. Мен тек орындаушымын. Өтінемін, мені өлтірмеші. Менде барлық дәлелдер, есеп-шоттар бар. Мен саған бекеттің бүкіл ақшасы қайда сақталатынын айтамын. Зарина пышақты сәл қаттырақ басты, Рустамның мойнынан қан тамшылады. Қайда? Оның бас кеңсесінде. Алаш бизнес орталығының ең жоғарғы қабатында. Ол жерде үлкен сейф бар. Бұл сейфтің коды тек бекетпен шамды ғана бар. Бірақ менде сол кеңсеге кіретін электронды кілт бар. Міне, қалтамда. Рустам дірілдеп қалтасынан кішкене қара флешка кілтті шығарды. Зарина кілтті алып қалтасына салды. Содан кейін ол бөлменің бұрышында тұрған, іші ақшаға толы ашық дипломатты байқады. Бұл қыздарды сатқаннан түскен лас ақшалар еді.
Ол үстел үстіндегі коньякты алып, сол ақшалардың үстіне шашып жіберді де, үстелде тұрған майшамды, свеча, үстіне лақтырды. Дипломат лапылдап жана бастады. Рустам бақырып, бұл менің ақшам ғой, деп жылады. Сенің сіңлім үшін төлейтін құның бұл ақшадан әлде қайда қымбат, деді Зарина. Ол Рустамның басынан мықтап ұстап, оның самайына қатты, нүктелі соққы берді. Арнайы жасақтың естен тандыратын, ұзақ уақытқа комаға түсіретін соққысы. Рустамның көздері төбеге қарап, ол терең ессіздікке, комаға кетті. Ол оны өлтірмеді, бірақ оны ұзақ уақытқа өсімдік, растение күйіне түсірді. Бөлме түтінге тола бастады. Зарина есіктен шығып, ешкімге байқатпай, өрт дабылы қосылған кездегі жалпы дүрбелеңді пайдаланып, клубтан көлеңкедей сырғып шығып кетті. Келесі күні таңертең Тасқаланың қылмыстық әлемі тағы да дүрлікті. Олардың басты қаржылық көздерінің бірі өртеніп, Рустам жансақтау бөлімінде ес-түссіз жатты. Ал Шырам бұл істің артында тасжолдағы сол баяғы сұлудың тұрғанын түсінді. Оның жүрегіне алғаш рет нағыз қорқыныш ұялады. Бекет пен Заринаның арасындағы тікелей қанды соғыс ресми түрде басталған еді. Мафияның үрейі енді ғана оянды. 3 бөлім. Ажал мұнарасы және қанды жекпе-жек. Деректі кадрлар стиліндегі кіріспе кадр сыртындағы дауыс. Жартқыштар өздерін қауіпсіз сезінетін жалғыз жер, олардың өз апаны. Криминалдық әлемнің басшылары зәулім ғимараттардың ең жоғарғы қабаттарында, қалың әйнек пен ондаған қарулы күзетшілердің қорғауында отырып, өздерін қол тигізбес құдайлардай сезінетін. Олар қарапайым халықты төменнен жоғары қарауға мәжбүрледі. Бірақ олар соғыс өнерінің ең басты қағидасын ұмытқан еді. Қорған қаншалықты биік болса, оның құлауы да соншалықты қатты болады. Зарина үшін Алаш бизнес орталығы жай ғана ғимарат емес, бұл оның сіңлісінің қаны төгілген экожүйенің жүрегі болатын. Ол бұл жүректі тоқтату үшін тек қаруын ғана емес, дұшпанның өз қорқынышын өзіне қарсы қолдануға дайындалды. Аңшылықтың 3 кезеңі нағыз соғысқа ұласты. 9 тарау. Қорғандағы үрей, Бекеттің бұйрығы. Тасқала қаласының қақ ортасында орналасқан 20 қабатты Алаш бизнес орталығы. Оның ең жоғарғы 2 қабаты толықтай Бекеттің жеке меншігінде еді. Бұл жерге кіру үшін арнайы электронды рұқсаттама, саусақ ізі және қарулы күзеттің тексеруі қажет болатын. Рустамның түнгі клубтағы масқарасынан кейін Бекеттің кабинетінде ауыр атмосфера орнады. Үлкен қарайымен үстелдің басында отырған Бекет жасы 50-лер шамасындағы, шашына ақ кірген. Ол менің клубымды өртеп кетті. Хаким, менің ең басты адамдарымның бірін комаға түсірді. Және мұның бәрін бір ғана әйел жасады деп тұрсың ба? Сендердің қауіпсіздік қызметтерің не істеп отыр? Оның кім екенін анықтадыңдар ма? Деп ақырды Бекет. Шырам басын сәл төмен салып жұтынды. Ол қанша қатыгез болса да, Бекеттің алдында өзін кібіртіктеп қалатын. Бастық, біз оның түрін камералардан алуға тырыстық. Бірақ ол үнемі камераның соқыр аймақтарымен жүрген. Оның қимылдары өте дәл. Ол жай ғана әйел емес, ол арнайы жасақтың спецназ дайындығынан өткен кәсіби ликвидатор. Рустамның адамдары оның есіктен кіріп, Рустамды құлатуына небары 40 секунд кеткенін айтады. Бекет орнынан тұрып, үлкен панорамалық терезеден қалаға қарады. Ликвидатор. Кім жіберуі мүмкін? Бәсекелестер ме? Әлде кім ма? Ол ойланып қалды. Егер бұл мемлекеттің тапсырысы болса, олар баяғыда ОМОНмен басып кірер еді. Бұл жеке кек алуға ұқсайды. Рустам соңғы кездері кімдерді ренжітті. Оның қыздармен айналысатын бизнесінде шу көп болды ғой. 3 ай бұрын бір студент қызды өлтіріп алған еді. Мүмкін соның туыстары шығар, деді Шырам күмәнданып. Туыстары? Қарапайым студенттің туысы арнайы жасақтың жауынгері болуы мүмкін бе? Ақымақ болма. Бекет терезеге жұдырығымен бір ұрды да Шырамға бұрылды. Ғимараттың күзетін 3 есеге көбейді. Барлық кіреберістерді жабыңдар. Ол міндетті түрде осында келеді, өйткені менің басты сейфім осында. Оны тірідей ұстаңдар. Мен оның терісін өз қолыммен сыпырып, кімнің қалас екенін көрсетемін. Шырам басын изеп бөлмеден шығып кетті.
Бизнес орталықтың 20-шы қабаты нағыз әскери қамалға айналды. 25 қарулы күзетші, әрбір бұрышта патруль. Олар тіпті шыбын ұшып өтпейді деп сенімді болды. Бірақ олар аңшының төменнен емес, жоғарыдан келетінін білмеген еді. 10 тарау. Көлеңкенің тактикасы, аспаннан түскен ажал. Түнгі сағат 2. Алаш бизнес орталығымен іргелес орналасқан 22 қабатты салынып жатқан жаңа тұрғын үй кешені. Құрылыс басында түнде ешкім жоқ, тек төмендегі бір күзетшіден басқа. Зарина қара түсті тактикалық комбинезон киген, арқасында кішкене рюкзагы, белінде 2 Glock 19 тапаншасы мен жауынгерлік пышағы бар. Ол құрылыс ғимаратының шатырына дыбыссыз көтерілді. Бұл ғимарат Алаш орталығынан 2 қабат биік және ара қашықтығы шамамен 40 метрдей еді. Ол рюкзагынан арнайы пневматикалық гарпунды шығарды. Оның ұшына титаннан жасалған ілгекпен өте беріп, жұқа кевлар арқаны, трос, байланған. Зарина Алаш ғимаратының шатырындағы желдеткіш құбырлардың темір тіреуішін көздеп шүртпені басты. Пс! Гарпун үнсіз ұшып барып, темір тіреуішке сырт етіп мықта білінді. Зарина арқанды тексеріп, тартып көрді. Бәрі мінсіз. Ол беліндегі альпинистік карабинді арқанға іліп, қараңғылықтың ішіне, 2 ғимараттың арасындағы түпсіз тұңғиыққа қарай сырғып кетті. Аспанда ілініп тұрған сұлу жауынгер, көлеңкедей сырғып, бекеттің ғимаратының шатырына үнсіз қонды. Ол бірден арқанды ақтып алды. Шатырдағы 2 күзетші ғимараттың шетінде темекі шегіп тұрған. Олар аспаннан біреу түседі деп ешқашан ойламағандықтан арттарына қарамады. Зарина олардың ту сыртынан мысықша жақындап, 2 қолымен екеуінің желкесіндегі ұйқы артериясын бір мезетте дәл әрі күшті соққымен қысып жіберді. Күзетшілер тіпті дыбыста шығармастан еденге сұлап түсті. Зарина оларды шатырдың көлеңкелі бұрышына сүйреп тастады да ғимараттың ішіне кіретін техникалық люкті ашты. Ол Рустамнан алған электронды флешка кілтті люктің жүйесіне қосып дабылды сигнализацияны өшірді. Ол желдеткіш шахтасы, вентиляциялық құбыр арқылы 20-шы қабатқа бекеттің басты қамалына қарай баяу сырғып түсе бастады. 11 тарау. Қанды дәліз, тыныштықтағы хаос. 20-шы қабаттың ұзын, мәрмәрмен қапталған дәлізі. Әрбір бұрышта қолдарына автомат ұстаған күзетшілер тұр. Дәліздің соңында бекет пен шырам отырған, брондалған есігі бар үлкен кабинет. Кенеттен бүкіл қабаттың жарығы сөніп қалды. Тек қызыл түсті апаттық шамдар, аварийка ғана әлсіз жыпылықтай бастады. Жарық қайда кетті? Дәлізді тексеріңдер. Төменге хабарласыңдар. Деген күзетшілердің бастығының даусы естілді. Бірақ рациядан тек ызыңдаған кедергілер радиопомеха ғана шығып жатты. Зарина жүйеге кіріп, барлық байланыс жиіліктерін, частоталарды бұғаттап тастаған болатын. Енді бұл қабат сыртқы әлемнен толықтай бөлініп қалды. Зарина желдеткіш орнынан сырғып түсіп қызыл жарықтың астында көлеңкедей тұра қалды. Оның көзінде түнгі көру құрылғысы пынып жарқырайды. Ол қос тапаншасын суырып алды. Екеуінде де дыбыс өшіргіш орнатылған. Жақын маңдағы 2 күзетші фонариктерін қосып, Зарина тұрған бағытқа қарай бұрылды. Кім бар ол жерде? Деп айқайлады олардың бірі. Зарина жауап бермеді. Оның тапаншасынан шыққан 2 бәсең ғана пыфты-пыфты деген дыбыс дәліздегі үнсіздікті бұзды. Оқтар күзетшілердің аяқтарына және қару ұстаған қолдарына дәл тиді. Ол өлімге әкелмейтін. Бірден тараптандырды. Екеуі де бақырып еденге құлады. Қалған күзетшілер дауыс шыққан жаққа қарай ретсіз оқ жаудыра бастады. Автоматтардың құлақ тұндыратын гүрсілі, ұшқындар мен сынған әйнектердің сыңғыры дәлізді тозаққа айналдырды. Бірақ Зарина олардың оқтары бағытталған жерде емес еді. Ол жерге жата қалып, бүйірмен сырғып, колоннаның артына өтіп кеткен. Күзетшілер оқтарын тауысып, қайта оқтап жатқан сол 1-2 секундтық үзілісте Зарина көлеңкеден атылып шықты. Ол атудың орнына жақын ұрысқа close quarters combat көшті. Ол бірінші күзетшінің автоматының дүмінен ұстап жоғары көтеріп жіберіп, оның тізесінен қатты теуіп сындырды.
Ол құлап бара жатқанда, Зарина оның денесін қалқан ретінде пайдаланып, екінші күзетшінің қолына оқ атты. Үшіншісі артынан пышақпен ұмтылғанда, Зарина мойнын сәл бұрып қана жалтарып, оның қолын қайырып, өз пышағын оның бұғанасына, ключицасына қадады. Бұл төбелес емес, бұл өлім биі еді. Оның қимылдарында ешқандай артық қозғалыс, ешқандай эмоция жоқ. Ол робот сияқты дәл, қасқыр сияқты қатыгез еді. 10 минуттың ішінде дәліздегі 15 күзетшінің бәрі қан-қан болып еденде ыңырсып жатты. Біреуінің де оны тоқтатуға, тіпті оған бір оқ тигізуге де мүмкіндігі болмады. Олар қараңғылықтың өзімен соғысып жатқандай күй кешкен еді. Зарина дәліздің соңындағы үлкен брондалған есікке жақындады. Бұл бекеттің кабинеті. 12 тарау. Жыртқыштардың қақтығысы, Шрам мен жекпе-жек. Зарина Рустамның флешкасын электронды құлыпқа сұқты. Экранда жасыл жарық жанып, брондалған есік сықырлай ашылды. Кабинеттің іші кең, қымбат жиһаздармен безендірілген. Бірақ бекет ол жерде жоқ еді. Ол кабинеттің артындағы жасырын қауіпсіз бөлмеге, паник румға кіріп тығылып үлгерген екен. Кабинеттің ортасында тек бір ғана адам, Шрам, күтіп тұрды. Ол үстіндегі костюмін шешіп тастаған, бұлшық еттері ойнаған еңгезердей еркек. Оның қолында ұзын, жүзі жалтыраған арнайы жауынгерлік пышақ мачетеге ұқсас бар. Шрам Заринаны көргенде, оның көзінде таңғалыс пен құрмет қатар көрінді. Ол шынымен де өте сұлу әйел еді, бірақ оның артындағы дәлізде жатқан 15 адамның қаны оның кім екенін анық көрсетіп тұрды. Демек, сол жол торыған балалардың айтқан періштесі сен екенсің ғой, деді Шрам, даусы қарлығып шығып. Сенің дайындығың мықты. Мен де кезінде арнайы жасақта болғамын. Бірақ сенің қателігің осы бөлмеге кіргенің. Бұл жерден сен тірі шықпайсың. Зарина екі тапаншасында қалтасына салып қойды. Ол тапаншамен атуды ар намысқа сын деп санады. Ол өзінің белінен екі қарыс болатын, қап-қара түсті тактикалық керамбит, иілген пышақ суырып алды. Оның жүзінде ешқандай үрей жоқ. Сендер Әлияны осы бөлмеге әкелдіңдер ме? Оны осы кілемнің үстінде азаптадыңдар ма? Деп сұрады Зарина, даусы тастай суық. Шрам мысқылдай күлді. Әлия. Сол жылау қыз ба? Иә, ол өте әдемі еді. Оның даусы да әдемі шығатын. Әсіресе қиналғанда. Бұл сөз Заринаның ішіндегі соңғы тежегішті, тормозды жұлып алды. Ол Шрамның сөзін аяқтауына мұрша берместен, найзағайдай жылдамдықпен шабуылға көшті. Шрам өз пышағын жоғарыдан төмен қарай сілтеді. Зарина оның соққысынан солға қарай сырғып өтіп, керамбитімен Шрамның қабырғасын осып өтті. Шрам ауырсынуды елеместен екінші қолымен Заринаның тамағынан ұстамақ болды. Зарина еңкейіп, оның тізесінен қатты теуіп жіберді де, пышағымен оның білегін тіліп түсті. Бөлме ішінде нағыз қанды жекпе-жек басталды. Шрам денесінің ірілігін және күшін пайдаланып, Заринаны бұрышқа тақамақ болды. Ол Заринаның иығына ауыр жұдырығымен бір соққы тигізіп үлгерді. Зарина ауырсынудан сәл артқа шегінді, бірақ оның көзіндегі от сөнген жоқ. Шрам пышағын қайта сілтегенде, Зарина оның қолын екі қолымен шап беріп ұстап, өз денесінің салмағымен оның қолын сыртқа қарай бар күшімен қайырды. Сүйектің сынған қатты даусы естілді. Шрам бақырып қолындағы пышағын түсіріп алды. Зарина оған еш жиюға мүмкіндік берместен секіріп барып, екі тізесімен Шрамның кеудесіне қатты соққы жасады. Шрам ауыр денесімен шыны үстелді үстіне құлатып тас-талқан етті. Ол қан түкіріп орнынан тұрмақ болғанда, Зарина оның қасына жетіп келіп, керамбитінің ұшын Шрамның дәл тамағына, баяғы тыртығының жанына тақады. Ол қалай қиналды, Шрам? Деп сыбырлады Зарина, пышақты сәл батырып. Ол сендерге жалынды ма? Шрамның көзіндегі баяғы тәкаппарлық жоғалып, оның орнын өлімнен қорқу биледі. Ол қаншама адамды аяусыз өлтірсе де, өз ажалының алдында дәрменсіз екенін сезінді. Бұл бекеттің бұйрығы болған. Ол оны өзі қинады. Мен тек қарап тұрдым. Құдай ақы, мен оған саусағымды да тигізген жоқпын. Ол бөлменің ішінде. Сейфте тығылып отыр. Деп қырылдады Шрам, өзін құтқару үшін бастығын сатып. Зарина оның көзіне ұзақ қарады.
Оның ішіндегі кек бұл адамды бауыздап тастауды бұйырып тұрды. Бірақ ол мемлекеттің офицері еді, ол хайуанға айналғысы келмеді. Ол пышағының сабымен шырамның самайынан бар күшімен ұрып, оны терең ессіздікке, комаға түсірді. Шырамның бұл соққыдан кейін қайта оянуы неғайбыл еді. Оянған күннің өзінде өмір бойы мүгедек болып қалатыны анық. 13 тарау. Сейфтің артындағы құбыжық. Кабинеттің түбінде үлкен картинаның артында жасырылған, қалыңдығы 20 сантиметрлік болаттан жасалған қауіпсіз бөлменің паник рум есігі тұрды. Бұл есікті ешқандай жарылғыш затпен бұзу мүмкін емес еді. Бекет іште мониторлардан бөлмедегі жекпе-жектің қалай аяқталғанын, өзінің ең мықты адамының қалай құлағанын көріп дірілдеп отырды. Ол сейфтің ішінде қауіпсізбін деп ойлады. Оның ішінде ауа тазартқыш, тамақ, телефон бәрі бар еді. Полиция келгенше ол осы жерде күте тұрамын деп шешті. Зарина Болат есікке жақындады. Ол есікті ашуға тырысқан жоқ. Ол қалтасынан кішкене, бірақ өте қуатты әскери термит, темірді ертетін қоспа, жарылғышын шығарды. Бірақ ол жарылғышты есікке емес, қабырғадағы басты желдеткіш құбырына, вентиляцияға орнатты. Бұл құбыр паник румды таза ауамен қамтамасыз ететін жалғыз арна болатын. Ол желдеткіштің ішіне арнайы көзден жас ағызатын және ауаны тұншықтыратын химиялық капсуланы салып, термитті іске қосты. Жүйе бұзылып, паник румның ішіне ауаның орнына қою, тұншықтырғыш газ толассыз кіре бастады. Сейфтің ішіндегі бекет жөтеліп, ауа қармап жанталаса бастады. Газ оның көзін аштып, өкпесін өртеп жатты. Ол бұл қамалда енді қауіпсіз емес екенін, оның өз моласына айналғанын түсінді. Не тұншығып өлу керек, не есікті ашып, ажалмен бетпе-бет келу керек. Бұл Заринаның оған дайындаған ең қорқынышты психологиялық азабы еді. Ол бекетке құрбандарының қандай шарасыздықты сезінгенін өз терісінде сезіндіруді мақсат етті. 5 минуттан кейін сейфтің ауыр болат есігі сықырлап ашылды. Ішінен көздері қызарып, жөтеліп, қан түкіріп жатқан бекет еңбектеп шықты. Қаланың құдайы, мыңдаған тағдырдың қожайыны қазір еденде Заринаның етігінің алдында ит сияқты жатты. Ол енді тасжолдағы қарақшылардың бұл сұлулықтың қандай қателік екенін неге айтқанын толық түсінген еді. Аңшы өз олжасына жетті. Ендігі кезек соңғы үкімді шығару, 4-ші бөлім, қорытынды, ақиқаттың салтанаты және ақырғы үкім. Деректі кадрлар стиліндегі кіріспе кадр сыртындағы дауыс. Зұлымдық үнемі қараңғылықты, үнсіздікті жақсы көреді. Қылмыскерлер өздерінің құрбандарының үнін өшірген сайын, өздерінің де мәңгілік жазасыз қалатынына сене бастайды. Бірақ әлемдегі ең қорқынышты жаза бұл өлім емес. Ең қорқынышты жаза қолдан тұрғызған құдіреттің көз алдыңда күл талқан болып, барлық билігің мен байлығыңнан айырылып, өмір бойы қорқыныш пен қорлықта өмір сүру. Тасқаланың құдайы саналған бекет өзінің болаттай берік қауіпсіз бөлмесінен қан түкіріп шыққанда, оның бүкіл империясының іргетасы құлаған еді. Бір ғана әйел, бір ғана жүрегі жаралы әпке бүкіл қаланы осында ұстаған мафияның тамырына балта шапты. Бұл кек алудың емес, нағыз әділеттіліктің қанмен жазылған ақырғы нүктесі болатын. 14 тарау. Жыртқыштың құлдырауы, қорқақтың көз жасы. 20-шы қабаттың кабинетінде ауыр, тұншықтырғыш ауа. Желдеткіштен кірген газдың әсерінен бекеттің көздері қызарып, жас пен сілекейге малшынған күйде еденде жорғалап жүрді. Оның қымбат костюмі бүлініп, баяғы тәкаппар, сұсты бейнесінен ешқандай із қалмаған. Ол жөтеліп, ауа қармап, Заринаның етігінің ұшына дейін еңбектеп келді. Зарина оған жоғарыдан, мұздай суық, жиіркенішті көзқараспен қарап тұрды. Оның жүрегінде бір тамшыда аяушылық жоқ еді. Оның көз алдына осы хайуанның бұйрығымен азапталған, өмірден тым ерте кеткен сіңлісі Әлияның бейнесі келді. Құтқар. Мені өлтірме. Менде ақша бар. Көп ақша. $1 миллион. Бәрін беремін. Қайда десең сонда аударамын. Тек жанымды қалдыршы. Деп сандырақтады бекет, Заринаның етігін құшақтай алып. Зарина оның басынан аяғымен қатты теуіп жіберді. Бекет шалқасынан құлап ыңырсып жатты. $1 миллион.
Заринаның даусы кабинеттің қабырғаларында жаңғырып кетті. Сенің қанға малшынған лас ақшаң менің сіңілімнің бір тамшы көз жасына да татымайды. Бекет, сен өзіңді құдаймын деп ойладың ба? Қорғансыз қыздарды ұрлап, олардың тағдырын ойыншық еткенде, сендерді ешкім жазаламайды деп сендің бе? Зарина күртешесінің қалтасынан кішкене тактикалық бейнекамераны шығарып, оны үстелдің үстіне, дәл Бекеттің бетіне бағыттап қойды. Камераның қызыл шамы жанып, жазу басталды. Ол қалтасынан Рустамнан тартып алған электронды флешканы шығарып, Бекеттің басты компьютеріне қосты. Компьютердің экранында Бекеттің барлық құпия есеп-шоттары, оффшорлық компаниялар мен құжаттары ашыла бастады. Қазір сен мына камераға қарап, барлық қылмыстарыңды мойындайсың. Әлияны қалай өлтіргендеріңді, қаладағы қай шенеуніктерге пара бергендеріңді, құқық қорғау органдарындағы кіршаларыңның, қорғаушыларыңның аты жөндерін толық айтып бересің. Әрбір есімді, әрбір тиынды, деді Зарина, тапаншасының ұшын Бекеттің маңдайына тақап. Бекет қалтырап, басын шайқады. Егер мен олардың атын айтсам, мені түрмеде ақ бауыздап тастайды. Менің өмірім осымен бітеді. Өтінемін, олай етпеші. Шарт. Зарина тапаншаның шүртпесін, куркогын қайырды. Егер айтпасаң, сенің өмірің дәл қазір, осы кілемнің үстінде бітеді. Бірақ мен сені жай ғана атып тастамаймын. Мен алдымен сенің екі тізеңді, сосын шынтақтарыңды атамын. Сен қансырап, өз қаныңа өзің тұншығып өлесің. Таңдау сенде, темір тордың артында қорқынышпен өмір сүру, немесе дәл қазір тозаққа бару. 10 секунд уақыт беремін. 10, 9. Бекеттің көздерінен жас бұршақтап ағып кетті. Нағыз қорқақтың өз өмірін бәрінен биік қоятын эгоисттің бейнесі толық ашылған еді. Мен айтамын. Бәрін айтамын. Камераны қос. Деп бақырды ол жанұшыра.